Кезінде қазақ зергерлері сүйектен түрлі қолөнер бұйымдарын, тұрмыстық заттарды жасаған. Тіптен қыз балаларға арналған әшекей бұйымдардың түр-түрін осы сүйектен зерделеген. Бүгінде бұл өнерді Павлодар қаласының тұрғыны өзі меңгеріп, оқушыларға үйретіп жүр. Қайнарбек Махмет Павлодар облысында ата-бабадан қалған көне қолөнерді насихаттап келеді. Кейіпкеріміз мүлдем басқа салада еңбек еткен. Кейін отбасылық өнерді дамытып, мамандық ауыстыруға шешім қабылдайды. Бүгінде оқушыларға ағаштан, тері, сүйек, мүйіз бен металдан түрлі бұйымдарды жасауды үйретіп жүр. 5 жыл, 6 жылдай ғана деп айналсам осымен. Өйткені мен басқа мамандықта ауылдық жерде тұрғам негізі. Ол жерде жаңағы мал шаруашылығымен айналыстым. 7-8 жыл бұрын осы колледжді бітірдім, осы арнайы мұғалім мамандығын. Бұл сүйек өнеріне, жону өнеріне келгенім бір соғымның мүшесін нетіп атқанда, бұзып нетіп атқанда, мынау белдеме сүйегі маған құсқа ұқсады. Сосын мен оны енді ойластырдым да, сосын алып қойдым бөлек. Сосын оны ойластыра бастадым, бұны қалай істеуге болады. Енді оны мен білмеймін, мен өз-өзімді дамытқан адаммын. Сондықтан оны қайнату керек екенін естідім. Сүйек өнері аса шыдамдылықты талап етеді. Сүйек жону күрделі әрі қауіпті өнер. Бұйымдарды дайындамас бұрын оны 8-9 рет қайнатып алған жөн дейді шебер. Сүйекті майынан ажыратып қалаған қолөнер бұйымдарын жасап шығарады. Бір төгіп тастайсыз, одан кішкене май шыққаннан кейін. Сосын қайта қайнатасыз, суын ауыстыра бересіз. Сосын суды қосам, мен әртүрлі өзіне технологиям бар өзімнің. Соны тұзды қосам, соны шығару керек болады да. Ең қиыны жылқының сүйегі, оны қолданып керек жоқ. Өйткені оның майы өте қиын шығады. Сүйек өнерінде өте ауыры, бұл иісі қиын. Иісіне көнбейді жай адам. Мұндай жұмыстарға көбіне сиыр мен қойдың сүйектері жарамды. Сүйектің түсін ағарту үшін де қиыншылық тудырмайды. Ал мүйізді қайнатқанда кәдімгі пластик секілді былқылдақ болып қалады. Сосын кез келген қалыпқа келтіріп суытады. Өте ұсақ жоңғышпен өңдегенде жып-жылтыр болып шыға келеді, әрі өнін жоғалтпайды. Өзіміз қазақ болғасын, соғым сойғасын, күздік сойғасын, жаңағы сон сүйегін өңдеуге болатын, қызығып, жаңағы стегін кеп, соны өзім үйрендім деуге де болады. Және бұны жандандыру деуге де болады. Бұл өнерді жаңағы мүлден ұмытылып кетпеу үшін, жаңағы тарихымыздағы ата-бабамыздың бір өнерінің бір түрін, соны жандандырған түрім, енді шындығын айтқанда, бұл өнермен айналысатын адамдар өте аз, жоқ деуге де болады. Жаңағы саусақпен санайтын адам ғана бар Қазақстанда. Қолөнер шебері елімізде сирек дамыған металл скрап арт өнеріне де жақын. Темір қаңылтыр бөлшектерді құрастырып, ғажайып дүниелерді жасайды. Бұл өнерде жаңағы фантазия дейді, қиял жақсы болу керек. Сосын металмен жұмыс істеу білу керек. Мен өзім дәнекерлеуші болғандықтан темірді июін бәрін білем. Өйткені әкемнен үйренгем. Сондықтан бұл өнерді қолдандым бір жылы, алдыңғы жылы. Бұл өнерді балалар өте қызығады. Жаңағы мотоциклдан басқа, машинаның басқа түрлерін істеп көрейікші деп. Сосын әр жерден іздестіреміз. Жаңағы керек жоқ подшипниктар, шуруптар, осы мыналардың бәрі сондайлардан жиналған. Бұнда да енді қиыншылығы бар енді. Бірақ мынаны бекітер кезде өзім бекітіп берем балаларға. Варт етіп дейді, дәнекерлеп берем. Тапқан детальдарым болады ғой, мынау бөлшектер. Соны қоям осылай алдыма. Мен өзі солай бастаймын. Бір бөлшегін ұқсай бастайды. Сосын бұл екі бөлшек немелеге жаратам деп жүрдім. Мынандай ұсаққа жарамады, екі үлкен бөлшек. Сосын ойластырып отырдым да, екеуін қосып қалғам, домбыраға ұқсап кетті. Сосын домбыраға қарадым, кішкене мойны келіңкіремеді домбыраға. Сосын ойымша қобызға ұқсап кетті. Сосын қобыз жинай бастадым, сосын свечтерін қойып көрдім, бекітпей тұрып. Сосын қуыстарын жабу керек болды. Оған тағы детальдар іздедім. Сонда ондайтын кісілер береді негізі детальдарды. Мынау болгарка деген детальдің іштеріндегі нелер, шестеренкалар. Соны осын жинап шықтым. Сосын кейде болады, мынау сықышы бәрін істегенмен артына кішкене келтіре алмай қиналам. Сосын артына гүл істеп көрейін деп ойлаймын. Кейде шаңырақ қойғым келіп тұрады. Шаңыраққа металл табылмады да, сосын ойладым да гүлмен артынан тіреп қояйын, тіреп тұрғандай, жаңа екіне үйлесімді болсын деп осылай істедім. Көне өнерді өз бетіме үйренген шебер оқушыларға қайыстан өрлетін қос бұрымның түр-түрін, қамшының кез келген түріне де баулып келеді. Мөлдір Сағидолла, Арман Якубов, ертіс ақпарат.